2020 жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Бағдарламалық құжатта негізінен еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамуы, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары көрсетілген. Мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмалары ауданда жүйелі түрде орындалуда. 2020 жылы Қазығұрт ауданының маңызды әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң деңгейде болды. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім өткен жылы 132 миллиард 86 миллион теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда өсім 1% құрады. Қазығұрттағы өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылы 9 миллиард 121,5 миллион теңгеге жетті. Бұл салада 2019 жылмен салыстырғанда 927 миллион теңге өсім бар. Ауданда өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Былтыр қосымша Асыл Бастау KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 200 миллион теңгелік Aqua The Best атаулы ауызсу өндіру цехын іске қосты. Өндірісте 10 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Өндірістік қуаттылығы жылына 2400 тонна су шығаруда. Қазығұрт ауданы экономикасының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы. Бұл салада 46 миллиард 188,3 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өсім 109,8% құрады. Егіс көлемі өткен жылы 4102 гектарға артты. Қазір аудандағы егістік жер аумағы 88,629 гектарға жетті. 2020 жылы арпа бидайдан 115,780 тонна астық жиналды. Түсімі әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерді құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда жоспар 10,270 тоннаға артық орындалды. Көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 20,000 тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жетті. Жеміс жидектен 19,6 мың тонна, жүзімнен 4,7 мың тонна өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлатып суғару жүйесі ендірілді. Жаңадан 8 гектарға жылыжай салынып, аудандағы кешендердің жалпы көлемі 164 гектарды құрады. Бүгінгі күнге жылыжайлардың 2 айналымнан жалпы 40,400 тонна өнім өндірілген. Өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан біз аудан экономикасының негізгі көрсеткіштерде жылдағыда өсім байқалып отыр. Біз өткен 2020 жылда жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз. Әсіресе біз ауыл шаруашылығы саласын айтып өтуіміз керек. Осы ауыл шаруашылығы саласында өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім көлемі 46 миллиард 188 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 28,2 миллиард теңге мал шаруашылығының үлесі болатын болса, 17,2 миллиард теңге егін шаруашылығының үлесі. Егін шаруашылығына келетін болсақ, өткен жылы 88 мың гектарға жуық егін егілді. Астықтан гектарынан орта есеппен 24,5 центнерден өнім алынып отыр. Қарт Қазығұрт тауының баурайында мал саны көбейді. Өткен жылы шетелдерден асыл тұқымды 552 мал әкелінді. 2020 жылы облыс көлемінде өткен Алтын күз 2020 ауыл шаруашылығы мерекесінде Қазығұрт ауданы диқандар мен шаруалардың қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші озат аудан, ет өнімдерін қайта өңдеуден озат аудан, агро өнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы көрсеткіштерін орындаудан озат аудан номинациясы бойынша жүлделі 1-ші орынға ие болды. Сондай-ақ облыс көлемінде Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі озат астық өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі озат ет өндіруші номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауданда өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім ет өнімдерінің 25 мың тоннаға жуық ет өндірілді. 56 мың тонна сүт өнімдері, 7 миллионнан астам жұмыртқа өндірілді. Жалпы ауданға тартылған инвестиция көлемі 15 миллиард 329 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 10 миллиардтан астам қаражат бұл жеке инвестиция. Біздің ауданымыз үшін өте жақсы көрсеткіш. Осының бәрі аудан еңбеккерлерінің арқасында атқарылып жатқан жұмыстар. Қазығұрттықтар бюджеттік салықтық саясатта тиімді жүргізіп келеді. 2020 жылы аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 879 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81% немесе 21 миллиард 879 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер 2 миллиард 57 миллион теңгені құрады. Межеленген жоспар 11%-ға артығымен орындалды.
Денсаулық саласы бойынша ауданда коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Бүгінгі таңға Қазығұрт ауданында бір зертхана жұмыс істейді. Аудандық аурухана бойынша орталықтандырылған оттегіне қосылған 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданның жеке кәсіпкерлері өз қаражатынан 10 оттегі концентратын алып берді. Алғашқы келгенде ауырым, бір келгенде жатпай кеткенмін. Екіншіде ес-түсімді білместен скорыймен әкелді. Жұма күні кешке келдім. Бірінші Алланың арқасы, екінші айналайын осы докторлардың арқасынан 2 күн болды адам болып отырмын. 2020 жылы 4 мектеп пен бір қосымша құрылыс нысандарын салуға 916 миллион теңге қаржы қаралды. Қазіргі таңға бір қосымша құрылыс пайдалануға берілді. Нәтижесінде 3 ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Қашықтан оқыту форматында 1 және 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасындағы 3056 оқушының бүгінгі таңға 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді. 2813 оқушыға ноутбук берілді. Оқушылар үйінде білім алуға мүмкіндік алып отыр. Ұлым үйде оқиды, денсаулығына байланысты. Сол себептен өкіметке рахмет, үлкен. Үйде оқытылатын жағдайдың бәрін жасап қойған, компьютер берді, мұғалімдар берді, уақытылы мұғалімдар келіп сабақ өтіп жатыр. Мен ырзамын. Балапан телеарнасынан сабақ өтеміз көріп. Мұғалімдарға алғысым шексіз. 2020 жыл елімізде волонтерлар жылы деп бекітілген. Осыған байланысты аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты волонтерлар клубы құрылды. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-қа жуық акция ұйымдастырды. Жалпы 1000-ға жуық волонтер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Аудан тұрғындарына 16800 дана медициналық бетперде үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себеттері таратылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланған болатын. Аудандық жастар ресурс орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты еріктілер ұйымы құрылған болатын. Қазіргі таңда еріктілердің құрамында, яғни 200-ге жуық ерікті жастарымыз тіркелген болатын. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер, яғни арнайы топ мүшелерімен жүріп, осы адамдар көп шоғырланатын орындар, орталық, базарлар, саябақтар сияқты жерлерде, яғни алдын алу шараларымен айналысты. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде тышқан жылы 3628 жаңа жұмыс орны ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрады. Нұр Отан партиясының бастамасымен Біргеміз қоғамдық қор арқылы 1286 азаматқа 50 мың теңге мөлшерінде 64 миллион теңгеге көмек көрсетілді. 150 адам 611 миллион теңге шағын несие алса, 273 адам 152 миллион теңге қайтарымсыз грант берілді. Әлеуметтік төлемдерде уақытылы төленді. Аудан тұрғындарына, аудан көлемінде 240 отбасына 701 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленсе, осы отбасыларындағы 1 мен 6 жас аралығында балаларға 102 миллион теңгеге азық-түлік топтамасы берілді. 2020 жылы аудан көлемінде кәсіпкерлер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 8 үй берілсе, коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 коммуналдық үй сатып алынып, үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілді. Қазіргі мына заманның ағымына қарай бұндай үй салу біз үшін оңайға соқпайды. Яғни үлкен шексіз алғыс білдіремін. Алланың разылығына бөлене берсін, Құдай қаласа. 2009 жылдан бері очередьте тұрамын үйге. 15 жыл болды. Әркім есін алдында жүрдік квартирада. Көшіп қонып жетіп аламын. Басшыларға рахмет. Өйстіп бала шағама үй қылып берді әйтеуір. Бала шағамды жерде өсіріп, өндіріп, бақытты болып өмір сүріп жүре берейік. Мамыр айында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекен аумағын су шайды. Осы жағдайға байланысты 100-ге жуық ауыл жастарымен бірге 40 мемлекеттік қызметкер көмекке жұмылдырылды. Сөйтіп, зақым келген үйлер қалпына келтірілді. Бір отбасыға үй салу үшін демеушілер тарапынан қажетті құрылыс материалдарын алуға көмек берілді. 13 мамыр күні болған қатты нөсер жауынның салдарынан
Табиғи апаттың себебінен біздің қора-жайларымыз, асханамыз, үйіміз барлығы жарамсыз болып қалған еді. Содан бері қарай осы Қазығұрт ауданының әкімдері барлығы келіп, қол көмектерін аяп жатқан жоқ. Бәріне рахмет. Сапалы ауыз су, тіршілік нәрі. Бұл бағытта да ауданда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлде жоқ 8 елді мекенге жаңа ауыз су құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92% құрады, немесе 59 елді мекен ауыз суға қол жеткізді. Бұға дейін тастақтан тасып іштік, колонкіден, құдықтан тасып іштік. Әйтеуір, мінекей таза су ішіп жатырмыз енді. Рахметімізді айтамыз басшыларға да, мына пейнет қылып істеп жатқан балдарға да бәріне. Суды үйге кіргізіп алдық. Үйге кіргізіп алдық. Кір жуып жатырмыз, ваннаға түсіп жатырмыз, су ішіп жатырмыз. Қаламен бірдей болды. Мінекей газ келді, су келді, қаламен бірдейміз әзір. Қазығұрт ауданының тұрғындарын өркениет игіліктерімен қамту бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оның ішінде тұрғындарға көгілдір отын жеткізу басты мақсат. 2020 жылы 2 табиғи газ нысанының құрылысын жүргізуге 388 миллион теңге бөлінді. Нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 51 елді мекен 80% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Бірнеше жылдан бері армандаған газымыз келді, суымыз келді. Қаладан кем жеріміз жоқ. Пешкеге от жақпаймыз, далаға шығып күл тасымаймыз. Бұның бәрі үшін мен бастықтарға, аудан басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Қазығұрт ауданының ішкі көшелері де асфальттанып жатыр. Бұрынғы тастақ, топырақ жол көшелер бүгінде жаңаша кейіпке енді. 2020 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге бағытталды. 107,2 шақырым жолдың 70 шақырым ішкі көшелерінде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдардың және бір көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелерінің жақсы және қанағатты жағдайда үлесі 51%-ға дейін артты. Мынау мемлекеттің дамығаны осы көріп тұрмыз. Есігіміздің алдына дейін өмірде көрмеген асфальтты көріп, балдарымыз ойнап, машинеміз шауып, халқымыз қуанып жатыр. Міне газымыз осыдан бір 10 жыл бұрын келген. Құдайға шүкір, міне бәрі елдің бәрі газданған. Міне суланған. Мына мемлекеттің арқасы, мемлекеттің дамыған арқасы. Мемлекеттің басқарып жүрген жігіттер жасай берсін, мына халықтың қамын ойлай берсін. Халықпен біргеміз бәріміз, халық қалай болса біз де солаймыз. Рахмет мемлекетке. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60 миллион теңгеге орталық саябақ және 80 миллион теңгеге Дендро саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде аудан тұрғындармен келген қонақтарға барлық жағдай жасалған. Веложолақтар, демалыс орындары, концерттік сахна, су бұрқақтары, сонымен қатар ертегілердегі түрлі мүсіндермен қайта жабдықталды. Бұл үлкен саябақты соңғы жылдары мынау ауданның экономикасы, әлеуметтік жағдайы көтерілгеннен кейін саябаққа да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Міне қазір веложолдар салынып, жұрттар демалатын жолдар, осындағы мынау түрлі ашық концерт залы барлығы да жөндеуден өткізілді. Сондықтан қазір енді ұялмай ауданымызға келген қонақтарға да көрсететін үлкен бір саябақ болып отыр. Сондықтан осы саябаққа келіп барлықтарыңызды шақырамын. Әсіресе жас кезінде демалуға болады, осында мінекей балаларды алып келіп ойнатуға болады. Өткен жылда Қазығұрт ауданында жүргізілген жұмыстардың бір парасы осындай. Атқарылған шаруа аз емес. Қазығұрт ауданда инфрақұрылым жүргізу, өркениет игіліктерін қолжетімді ету жайы басты назарда тұр. Қазығұрт ауданының тұрғындары Қазақстан Республикасы президентінің, орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы 2016 жылғы 5 ақпандағы номер 190 жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдер халық алдында есеп беріп береді. Карантиндік режимге байланысты биылғы есеп онлайн форматта өтіп жатыр.
Күн тәртібінде Қазығұрт ауданы әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы аудан тұрғындары алдындағы есебі. Күн тәртібінде қаралатын мәселе туралы басқа ұсыныстар болмаса, жиналыстың жұмыс тәртібін келісіп алсақ, баяндамашыға 15-20 минут уақыт берсек, сұрақ берушілерге 3 минут, жар сөзге шығушыларға 3-5 минут, осындай жұмыс регламентімен жұмыс жүргізсек, олай болатын болса, күн тәртібіндегі мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз аудан әкімі Телғарай Төлеген Тұртайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Қазығұрт ауданы тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар. Өздеріңіз білетіндей, өткен жылы әлемдік пандемияға байланысты елімізде нақты шаралар қабылданған болатын. Біз күнделікті үйренішті жағдайдан карантиндік режимге көштік. Көп нәрселерге шектеу қойылды. Дегенмен де ауданның тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін негізгі жұмыстар тоқтаған жоқ. Ол айтайық, дала жұмыстары болсын, құрылыс жұмыстары болсын, карантиндік талаптарын бәрін сақтай отырып іске асырылып жатты. Карантиндік жағдай аудан экономикасына кері әсерін тигізе қойған жоқ. Есесіне аудан экономикасы негіз көрсеткіштердің біразы межеден артық орындалған жағдай бар. Нақты айтатын болсақ, аудан экономикасының басты көрсеткіші болып табылатын жалпы өңірлік өнім көлемі 2020 жылдың қорытындысы бойынша 132 миллиард 85 миллион 700 мың теңгені құрап отыр. Немесе 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда өсім 1%-ді құрады. Көптеген кәсіпорындардың өндіріс қарқынының өсуі, жаңа қуаттардың енгізілуі және технологиялық процесі модернизациялау өнеркәсіп секторының тұрақты дамуына ықпал етті. 2020 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 9 миллиард 121,5 миллион теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңіне 1 миллиард 281,2 миллион теңгеге өнім көлемі артты. Өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Мұнда 7 миллиард 461 миллион теңгеге өнім өндіріліп, 2019 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда өнім көлемі 926,8 миллион теңгеге артты. Биылғы жылда жаңа жұмыс орындарын ашу және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың кеңею арқылы өнеркәсіп өнім көлемін біз 9,5 миллиард теңгеге жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Ауданның инвестицияға ахуалын жақсарту мақсатында Қазығұрт индустриалдық аймағында былтырғы жылы тағы да қосымша жаңа бір жоба іске асырылды. Өздеріңізге белгілі. Асылбастау КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде құны 200 миллион теңгелік, қуаттылығы жылына 2400 тонна құрайтын 10 жұмыс орнымен қамтылған Акваза Бест атаулы ауыз су өндіру цехы іске қосылды. Биылғы жылда осы индустриалдық аймақта инфрақұрылымдарды қосымша жүйелерін ұлғайту арқылы қосымша жаңа кәсіпорындарын ашу қарастырылатын болады. Ауданымыздағы шағын және орта бизнес саласы қарқынды дамуда. 2020 жылдың қорытындысымен жалпы құны 2 миллиард 671,4 миллион теңгелік 240 жаңа жұмыс орнын құрайтын 62 жоба жүзеге асырылды. Биылғы жылда біз осындай 65 шағын жобаны іске асырамыз деп отырмыз. Ол алдағы уақытта 300-ге тарта жаңа жұмыс орындары құрылады. Шағын осы бағытта ауданымызда 12.706 адам жұмыспен қамтылып, олардың өндірген өнім көлемі 70 миллиард 806 миллион 500 мың теңге болып, өткен жылдың тиіс кезеңімен салыстырғанда 1,4%-ға артты. Шағын және орта кәсіпкерлік саласын дамыту мақсатында қаржы ұйымдары арқылы 2020 жылы 4635 тұлғаға 4 миллиард 554,3 миллион теңге несие берілді. Негізгі басым бағыт ол ауыл шаруашылық саласы бойынша. Сонымен қатар қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында да жобалар жүзеге асырылуда. Елбасы шағын және орта бизнестің рөлін күшейтіп, оның ел экономикасындағы үлесін 2025 жылға дейін 35%-ға дейін жеткізу міндет қойған болатын. Бұл бағытта өткен жылы қарапайым заттар экономикасы жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасы басталған болатын. Осы орайда
Өткен жылы жалпы құны 861 миллион теңгелік 34 жоба ұсынып, одан 22 жоба 565,2 миллион теңгеге мақұлданып қаржыландырылды. 2020 жылы Түркістан облысында карантин режимі енгізілуіне байланысты нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында онлайн негізінде бастау бизнес жобасымен кәсіпкерлік негізінде қайтарымсыз 555,600 теңге грант және несие алуға оқытылды. Бастау бизнес жобасы аясында жоспар бойынша 230 адамды оқыту жоспарланса, онлайн оқуға 1218 адам жолдама алған. Оқып бітірушілердің саны 402 адам. Оның ішінде 267 адам аяқтаған, 135 қатысқан туралы сертификат алған. Бүгінгі таңда грант алғандар саны 273. Негізгі басымды бағыттардың бірі ауданға инвестиция тарту. Маңызды жобаларды іске асыру бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесінде өткен жылы ауданға тартылған жалпы инвестиция көлемі 15 миллиард 329,4 миллион теңгені құрады. Оның бюджеттік емес жеке инвестиция көлемі 10 миллиард 710 миллион 900 мың теңгеге жетіп, алдыңғы жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 2 миллиард 105 миллион 700 мың теңгеге артып отыр. 2021 жылы өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, шағын жобаларды іске асыру арқылы инвестиция көлемін ұлғайту жұмыстары жалғасын табатын болады. Аудан экономикасының басым бағыты болып табылатын ауыл шаруашылығында өткен жылы 46 миллиард 188 миллион 300 мың теңгенің өнім өндіріліп, өсім 109,8% құрады. Оның ішінде мал шаруашылығы 28 миллиард 239,9 миллион теңге, ал егін шаруашылығы 17 миллиард 862 миллион теңге болып орындалды. Егін көлемі 88,629,2 гектарға жеткізіліп, 4,102,4 гектарға артты. Өткен жылы арпа, бидай өнімдерінен 47,257,5 гектардан 115,780 тонна астық жиналды. Әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерден өнім алынды. Былтырғы жылмен салыстырғанда 9,7%-ға немесе 10,270 тоннаға артық орындалып отыр. Көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 19,800 тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жеткізіліп, жеміс жидектен 19,600 тонна, ал жүзімнен 4,700 тоннаға жуық өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлатып суғару жүйесі өндіріліп отыр. Жылыжайлар қосымша салынып, жалпы көлемі 164 гектарды құрап отыр. Бүгінгі күнде жылыжайлардан екі айналымнан жалпы 40,400 тонна өнім өндірілген. Бір алқаптан екі өнім алу бойынша жобаларда іске асырылды. Бізге қойылған меже 75 бірлік болса, жоспар 100%-ға орындалып, аталған жобаға қатысушылар бірінші өнімнен 3,466 тонна, ал екінші өнімнен 3,196,3 тонна дақылдар өнім жиналды. Алдағы жылдарда да осы бір алқаптан екі өнім алу бойынша жұмыстар жалғасын табатын болады. Мал өнімдері 2020 жылдың қорытындысымен ет 25,800 тонна, сүт 56,900 тонна, жұмыртқа 7,200,000 дана өндірілді. Мал басы санына келетін болсақ, ірі қара мал басы 85,000 басқа, қой ешкі 357,200 басқа, жылқы 34,000 басқа, құс 90,600 бірлікті құрады. Сонымен қатар, ауданда тек мал санын көбейтіп қана қоймай, мал басын асылдандыру жұмыстары да алға басып келеді. 2020 жыл ауданымызға шетелдерден 552 бас асыл тұқымды мал басы алып келінді. Өңіріміздің көкөніс, бақша дақылдары еліміздің барлық облыстарына жөнеліп қана қоймай, сондай-ақ өткен жылы Өзбекстан Республикасына, Қытай Халық Республикасына, Ресей мемлекетіне, Қырғызстан Республикасына экспортталды. Жалпы алдыңғы жылмен салыстырғанда 29,8%-ға артып отыр. Немесе мына салыстырмалы қарайтын болсақ, 2020 жыл 7,171 тонна шетелдерге біздің өнім экспортталды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда жаңағы айттық, өсім 29,8% құрап отыр.
Өткен жылы 18 қараша күні облыс көлемінде өткен Алтын күз 2026 ауыл шаруашылығы мерекесінде аудан диқандарының қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші Озат аудан, ет өнімдерін қайта өңдеуден Озат аудан, агроөнеркәсіп кешенін даму бағдарламасының көрсеткіштерін орындаудан Озат аудан номинациясының бойынша жүлделі бірінші орынға ие болдық. Маусым кезеңінде күн демей, түн демей еңбек еткен біздің осы диқандарымызға, шаруаларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ Озат астық өндіруші номинациясы бойынша Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Озат ет өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі марапатталды. 2020 жыл аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 878 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81,4%, немесе 21 миллиард 878 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер жыл қорытындысымен 2 миллиард 56 миллион теңге құрап, жоспар 10,16%-ға артығымен орындалды. Қазығұрт ауданы бойынша коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастар демдеуге жатқызу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Ковид тіркелген жағдайлар саны былтырдан бері бізде 43, оның ішінде симптомы барлар 17, симптомдары жоқ 26, жазылып шыққандар саны 41, стационарлық ем қабылдап жатқандар 2 адам, пневмониядан қайтыс болған 11 адам. Коронавирустан қайтыс болғандар тіркелмеді. Жалпы білім беру саласын қолдауға өткен жылы 19 миллиард теңге бағытталған, биылғы жылы 3 мектеп нысанның құрылысын салуға мемлекеттік бюджеттен 916,1 миллион теңге қаржы қаралып, қазіргі таңда Ащыбұлақ жалпы орта мектебі қосымша құрылысы пайдалануға берілді. Нәтижесінде бір қосымша құрылыс, бір үш ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 2020 жылы Шарбұлақ және Қызылтаң мектептері күрделі жөндеуден өтті, және Ащыбұлақ, Қызылата және Момышлы мектептері ағымдағы жөндеуден өткізілді. 2021 жылы 3 нысанды күрделі жөндеуден өткізу үшін облыстық салалық басқармаларға тапсырыс берілді. Өткен жылы Алтынтөбе, Қосағаш, Қызылата және жалпы орта мектептердің аудан бюджетінен 51,6 миллион теңгеге табиғи газ кіргізу жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 3 пен 6 жастағы 7500 бала толығымен қамтылып, қамту деңгейі 100%-ды құрап отыр. Қазығұрт ауданында жаңа оқу жылында 68 мектепте 28.953 оқушы білім алуда. Аудан бойынша 2019-2020 оқу жылында 1592 бітірушінің 89-ы алтын белгі иегері атанса, 54 оқушы үздік аттестатпен бітірді. Қашықтықтан оқыту форматында 1 мен 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасыларға 3056 оқушының бүгінгі таңда 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен және 2813 оқушы ноутбукпен қамтамасыз етілді. Жастар саясаты. Елімізде 2020 жылы волонтерлар жылы деп жарияланғандықтан, аудандық жастар ресурстық орталығы мекемесі жанынан ерікті болу, ерлік атты еріктілер клубы құрылған болатын. Қазіргі таңда еріктілер клубында 200-ге жуық мүшелер тіркеліп, өз еркімен жұмыс атқарып келеді. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-қа жуық акциялар ұйымдастырып, жалпы 1000-ға жуық волонтерлер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Қауіпті індеттің таралуына жол бермеу, сақтану шараларын кеңінен насихаттап, 16800 дана медициналық қорғаныс бетперделері волонтерлардың күшімен аудан тұрғындарына үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себеттері таратылды.
халық көп шоғырланатын орындарда ақпараттандыру парақшалар таратылып, жекелеген қоғам мүшелеріне психологиялық көмектер көрсетілді. 2020 жылдың 13 мамыр күні толассыз жауған жаңбырдың салдарынан Алтынтөбе, Жігерген, Сабыр Рахимов ауыл округтерінде тасқын су біршама үйлердің аулаларына шайып, үйлеріне зақым келтірген болатын. Еріктілер тобы аталған ауыл округтерінде зақым келген үйлерді тазалық жұмыстарымен айналысып, 45 отбасыға азық-түлік себеттерін тарату жұмыстарын өз үлестерін қосты. Алтынтөбе ауыл округінде толассыз жауған жаңбыр салдарынан бір отбасыға жаңа үйдің іргетасы қаланып, былтырғы жылы пайдалануға берілді. Жұмыспен қамтудың 2020-21 жылдарға арналған жол картасы аясында жастар орталық ғимараты 37 миллион 300 мың теңгеге ағымдағы жөндеуден өткізіліп, пайдалануға берілді. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында да жылдағы жоспар бойынша бізде өткен жылы 120 маманға 31,8 миллион теңге көтерме жәрдемақы берілді. 57 маманға тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит 255 миллион теңге берілді. Ал жалпы соңғы 10 жылда айтатын болсақ, 280 маман осы бағдарламамен қамтылып, 964 миллион теңге көлемінде тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік несие түрінде қаржылай қолдау алды. Биылғы жылда 134 маманға 39,1 миллион теңгеге көтерме жәрдемақы, тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредит, 60 маманға 262,5 миллион теңге қаржы беру жоспарлануда. Әлеуметтік сала. Ауданда мемлекеттік және салалық басқа бағдарламалар шеңберінде жыл басынан 3628 жаңа жұмыс орындары ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 44,9%, жастар жұмыссыздығы 2,1% құрап отыр. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-21 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 632,5 миллион теңге қаралып, 5262 адам қатысты. Оның ішінде 150 адам шағын несие, 273 адам мемлекеттік грант, 3059 адам бос және уақытша жұмыс орындарына жолданды. Аудан көлемінде демеушілер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға бірқатар ауыл округтерінде демеушілердің көмегімен тұрғын үйлер салынып берілді. Сабыр Рахимов ауыл округінде осындай, Қаракөз Абдалиев ауыл округінде 4 үй салынып берілді. Сабыр Рахимов ауыл округінде, Алтынтөбе ауыл округінде жаңа айтып кеттім, осындай тұрмысы төмен отбасыларға үй салынып берілді. Сонымен қатар республикалық бюджет есебінен өткен жыл 58,8 миллион теңгеге біз 8 тұрғын үй сатып алынып, мына кезекте тұрған отбасыларға берілді. Дағдарысқа қарсы шаралар ретінде инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру жөнінде жұмыспен қамтудың жол картасы әзірленді. Қазығұрт ауданында 8 инфрақұрылымдық жобасын іске асыруға 471,1 миллион теңге бөлінді. 8 жоба бойынша 118 жұмыс орындары ашылып, оның ішінде 60 адам халықты жұмыспен қамту орталықтары арқылы жолданды. Біз жыл басында осы мәдени іс-шараларды, спорттық іс-шараларды жоспарлаған болатынбыз. Алайда енді мына карантиндік жағдайға байланысты бұл іс-шаралардың басым бөлігі онлайн форматта өткізілді. Біздің жерлестеріміз, жас таланттарымыз, спортшыларымыз осындай байқауларда, спартакиадаларда жүлделі орындарға ие болып келді. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында өткен жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлдем жоқ 8 елді мекенге жаңа ауыз су құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда 7 ауылдық елді мекеннің ауыз су құбырлары пайдалануға берілді. Сонымен қатар жергілікті бюджет есебінен 78,8 миллион теңгеге 4 елді мекеннің су құбырларына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92,2%-ға жетті. Біз биылғы жылда
21 жыл бір елді мекен ауыз сумен қамтылады. Тесіктөбе. Жалпы аудан бойынша 60 елді мекен ауыз сумен қамтылып, 93.7% құрайтын болады. 22 жыл 2 елді мекен, 23 жыл қосымша тағы да 2 елді мекен осындай ауыз су жүйелерімен қамтылады. Ауданымызда ауыз су жүйемен қамтылған елді мекендер 100% құрайтын болады. Табиғи газбен қамту бойынша ағымдағы жылы табиғи газ нысаны 4 елді мекенде құрылыс жұмыстарын жүргізуге 388 миллион теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары былтыр басталып, биыл аяқталатын болады. Нәтижесінде 51 елді мекеннің немесе 79.7% табиғи газбен қамту жоспарлап отырмыз. Өткен жылғы есептік кездесуде өте көтерілген өзекті мәселелердің бірі болып көтерілген мәселе ол осыны Тұрбат ауылының газ қашан беріледі деп сұрақ қойылған болатын. Осы былтыр Тұрбат ауылына 2012 жылдан бері газбен қамту жұмыстары жүргізіліп, қазіргі таңда табиғи газға қосылып отыр. Сонымен қатар өткен жыл Жеңіс және Қызылбұлақ елді мекендері де табиғи газға қосылды. Жиырма екінші жылы біз қосымша тағы 2 елді мекенді табиғи газ жүйесімен қамту жоспарлап отырмыз. Жалпы 20-шы жыл 5 елді мекен, 24-шы жыл 3 елді мекен. Нәтижесінде осы 24-шы жылы 61 елді мекен табиғи газ жүйесімен қамтылып, оның қамту пайызы 95,3% құрайтын болады. Электрмен жабдықтау бойынша өткен жылы 2 нысанның құрылысына 141,9 миллион теңге бөлініп, жыл қорытындысымен 2 елді мекен 840 жарықпен қамтылды. Биылғы жылы 382,8 миллион теңгеге 4 елді мекенді Рабат, Ащыбұлақ, Сынтас, Майлашақ елді мекендерінде электрмен қамтамасыз ету құрылысы жүргізілетін болады. Сондай-ақ осындай жұмыстар 22-23 жылдарда жалғасын табады. Сонымен қатар Қазығұрт елді мекеніндегі 17 көшені электрмен жабдықтау үшін 236,6 миллион теңгеге біз былтырғы жылы жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеп болғанбыз. Қаржыландыру үшін жұмыспен қамту жол картасына ұсынып отырмыз. Ағымдағы жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге қаралып, 48 нысан немесе 107,2 шақырым ішкі көшелерде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдар мен елді мекендердің ішкі көшелерін жөндеу жұмыстары жүргізіліп, аяқталды. Оның ішінде 38 нысан немесе 70 шақырым пайдалануға беріліп, жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелердің жақсы және қанағаттарлық жағдай үлесі 50,7%-ға жетіп отыр. 2021 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 901 миллион теңге қаралып, 31 нысан немесе 68,3 шақырым аудандық маңызы бар және ішкі көшелерді орта жөндеу үшін қаржы қаралып отыр. Оның ішінде ауыл ел бесігі жобасы аясында жалпы 351,3 миллион теңгеге Жаңабазар елді мекеніндегі 16,4 шақырымды құрайтын 10 көшеге орта жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар биылғы жылы Алтынтөбе ауыл округі Қаржан елді мекенінде де 24,1 шақырымды құрайтын 10 көшеге және Жігерген ауыл округіндегі Жігерген елді мекенінде 8,2 шақырымды құрайтын 3 көшеге орта жөндеу жұмыстары жүргізу үшін ауыл ел бесігі жобасына ұсынып отырмыз. Екінші кезекпенен. Есептік кезеңге құрылыс жұмыстарының көлемі 5,9 миллиард теңге құрап, 2020 жылдың қорытындысымен 23,8 мың шаршы метр жеке тұрғын үй пайдалануға берілді. Сондай-ақ 20 жылы аудандық бюджеттен 41,2 миллион теңге қаралып, Қазығұрт ауыл округі Қазығұрт елді мекенінде аудандық ішкі істер бөлімі орталықтан басқару ғимараты пайдалануға берілді. Абаттандыру жұмыстары. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60,2 миллион теңге орталық саябақ және Дендер саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2021 жылы 23,6 миллион теңгеге биылғы жыл
Тұрбат елді мекеніндегі Ұлы Отан соғыс ардагерлері ескерткішіне, 7,5 миллион теңге Алтынтөбе елді мекеніндегі жасыл аймақта және 27,3 миллион теңгеге Қақпақ елді мекеніндегі саябақ ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Биылғы жылы жалпы 239-да 4 миллион теңгеге Абдалиев, Тұрбат, Қазғұрт, Қызылқия, Алтынтөбе ауыл округтерінен 5 тұрмыстық қатты қалдықтар тастайтын полигон құрылысы жұмыстары қаржыландыру үшін мынау жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасына ұсынылып отыр. Цифрландыру. Аудан орталығында сервистік әкімдік ашылып, аудан халқына қызмет көрсетіп келеді. Сервистік әкімдікте 8 дербес бөлім мемлекеттік қызмет, егов.кз ақпараттық жүйелері арқылы қызмет көрсетеді. Талшықты оптикалық байланыс ауданымызда 68 мекемеге қосылды. Ұялы байланыс желісімен қамту, ұялы байланыс ұстамайтын 9 елді мекенге қосымша ұялы байланыс антенналарын КСЛ акционерлік қоғамы орнатып, 4 елді мекенге қосылды. Қалған 4 елді мекенге қосу жұмыстар жүргізіп келеді. Бәрімізге мәлім, 2020 жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Жолдаудың басым бөлігі еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңде негізгі даму мақсаттары, экономикалық және әлеуметтік мәселелерге тоқталды. Жолдауда айтылған ауқымды мәселелердің барлығы еліміздің экономикалық өсім мен тұрмыстық әл-ауқатын жақсартуына бағытталған. Ендігі кезекте ауданымызда мемлекет басшысының жолдауда берілген тапсырмаларын жүйелі түрде орындау біздің басты міндет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Ондай болатын болса, құрметті жерлестер, сұрақтарыңыз болатын болса беруге болады. Қазір бізге 2 жазбаша сұрақ келіп түсіп отыр. Осы сұрақтарға жауап беруден бастасақ, баяндаманы ары қарай. Облыстық маңызы бар автомобиль жолын капремонтына ПСД-сі және госэкспертизасы дайын ғой. Жол тозып кетті. Қайсы жылы ақша бөлгізіп ремонтқа кіріссеңіздер дейді. Сұрағыңыз өте дұрыс. Жалпы бүгінгі таңда біз аудан бойынша 58 нысанның құрылысына жалпы жобалық құны 15 миллиард теңге жобалық сметалық құжаттамаларымызды дайындап, салалық басқармаларға ұсынып отырмыз. Соның ішінде жаңағы сіз айтқан облыстық маңызы бар көшелер де ұсынып қойған. Барлық мәселе әрине қаржыландыруға байланысты. Осы мынау сіз айтып отырған Айнатас, Қақпақ жолда қаржыландыру жобасына ұсынылып отыр. Ол биылғы жылы или осы биылғы жылдың екінші жартыжылдығында немесе келесі жылы іске асырады деп күтілуде. Үлкен Келес канал массивіндегі суармалы жерлердің распределительный каналдарын ремонтына ақша бөліп, ремонт бастағандарыңызға рахмет. Енді сол каналдардың бойымен свет жүргізіп, жолдар қашан ремонттала бастайды. Біз биылғы жылы ауыл шаруашылық басқармасы арқылы біраз каналдар, осы каналдың біраз бөлігі қаржылар бөлініп отыр республикалық бюджеттен. 500 миллионнан астам қаржы. Бірінші кезекте осы каналдарды ретке келтіріп, одан кейін ол каналдың бойындағы инфрақұрылым жүргізген дұрыс деп санаймын. Сондықтан мұны қойып отқан сұрағыңыз дұрыс. Бұл біздің тұрақты бақылауымызда болады. Енді мына жерде сол свет жөнінде айтып отырмын. Каналдың бойына электрмен қамтамасыз ету үшін ол соншалықты көп қаржыны талап етпейді, енді ұзындығына байланысты. Сондықтан бұл мәселе де алдағы уақытта шешім табады деген мен толық сенімдемін. Үшінші мәселе. Үшінші сұрақ. Біздің ауданның ауылдарының көпшілігі тау бөктерінде қатар орналасқан.
Егер автомобиль жолдары адам теңейтін болсақ, ауылдар өзара асфальт жолдауымен қосылмаған. Өндіріс Көктөбе Қақпақ жолының құрылысы қашан басталады? Жаңа Тұрбаттағы застава баратын ауылдық тастың өзенінің арғы бетінде тұратын адамдар өтетін көпір қашан салынады дейді. Түлеубек Тоғайұлы Мысалбаев дейді. Сіз, Түлеубек Тоғайұлы, өзіңіз хабардарсыз, 6-шы шақырылымның депутатысыз. Бұның бәрін біз жоспарлы түрде дайындағанбыз, ұсынысты бергенбіз. Бұны біз аудандық бюджет есебінен емес, облыстық немесе республикалық бюджет есебінен іске асырылады. Сондықтан да бағанағы бірінші мәселең сияқты бұл мәселеде қаржыландыруға қарап отырмыз. Біз өзіміздің тарапымыздан дайындайтын құжаттардың бәрін біз дайындап ұсынып қойдық. Жігерген ауылының тұрғыны Бекбауов Сәбит Бек және арызданушы Тұрсынқұлова Жадыра. Мұны почеркімен жөндеп түсінбей отырмын. Кешірім сұраймын, сәлденген оқиыншы, асықпай. Біздің ауданнан жаңа емхана құрылысын салу мәселесі өте өзекті болып тұр. Сонымен қатар таза ауыз су аурухана қашан шешіледі дейді. Жаңа емхана құрылысы аудандық емхананың құрылысына емхананың күрделі жөндеу жұмыстары былтыр басталған болатын, білесіздер. Оның жобалық құны 100 миллионға теңгені құрап отыр. Өткен жылы 10 миллион теңгесі бөлінді, биылғы жылы қалған сомасы бөлінеді деп күтілуде. Жөндеу жұмыстары басталған. Ал енді мынау мәселе қойып отыр, жаңа емхана салу керек деп. Біз өз тарапымыздан жаңа емханамен қатар орталық ауруханаға да қосымша құрылыс жүргізу үшін өз тарапымыздан жаңағыдай барлық құжаттар дайындап, АПЗ-сын дайындап, облыстық денсаулық сақтау басқармасына ұсынып қойдық. Ол жақта бұл мәселе қаралуда. Біраз аудан орталықтарында осында емхана, аурухана құрылыстар жүріп жатыр. Алдағы уақытта біздің ауданымызда да осындай жұмыстар жүреді деп үміттеніп отырмыз. Жігерген ауылының тұрғыны, ауыл заңсыз жерлердің жеке кәсіпкер Бекбауовқа беріп жіберген, шешіп берсеңіз дейді. Мынау сол ма? Бұл мәселен біз осы мен жеке қабылдау өткізетін болам, жеке осы есептен кейін. Егерде өзіңізбен жолығып, құжаттарын бәрін көріп, сол жерде танысып қарасып шешсек. Себебі қазір бірден бір нәрсе айту қиын, бұның заңдылығы жағында қарап шығу керек. Заңды берілді ма, заңсыз берілді ма, оған біз баға беру керекпіз ғой. Жаңабазар ауыл округі. Жаңабазар ауыл округінен салынған полигонды қарауға 2 штат ашып берсеңіз дейді. Егерде ондай қажеттілік туындап тұрса, біз мұнау қосымша 2 штат ашып беруге дайынбыз. Сол полигонның тұрақты жұмыс істеу қамтамасыз ету үшін. Бұл соншалықты қиын мәселе емес. Басқа жоқ, Құрметті аудан тұрғындары, әлеуметтік желіде біз байланыстамыз, және осы залдан сұрақтарыңыз болатын болса, ұсыныстарыңыз болатын болса, шығып айтуға болады. Абек келіңіз. Мен және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлы, мен Ашылақ ауылы Емін Әбил Рахман. Менің айтайын дегенім, өткен жылғы жұмыстарыңызға ауыл атынан үлкен рахмет айтамын. Өткен жылы мынау Ашылақ мектебінің құрылысы, қосымша құрылысы аяқталып, 1 қыркүйекте берілді. Және де ескі мектеп ағымдағы жөндеуден өткізді. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз. Ендігі менің айтайын дегенім,
мына ел болғаннан кейін еш уақытта оның проблемасы аяқталмайды. Мына бірінші кезекте өзіңіз айтқандай электр энергиясы ақша бөлді деп отырсыз. Сол биылғы жылы болатұғын болса, өте жақсы болған болар еді. Енді кейбір көшелерде, мына әсіресе Атамбеков көшесінің жоғарғы жағында үйлер, жаңадан салынған үйлердің сымағаштары жоқ, және де бір жерде рейфелін қойған, бір жерде арматураға әйтеуір күнін көріп жатыр. Солардың бәрі жөнделсе деген ой бар. Мынау жаңағы Жастар көшесі менен Махамбет Өмірбайұлы көшесі, Тәукехан көшесінің ортасында, екі үйдің ортасына 120 метр жерден линия тартылған. Сол линия 2,5 метрге салбырап түсіп тұр. Өте қауіпті деп ойланып жүрміз. Енді мынау бүгінгі есептеу жиналысыңызға қанағаттандырарлық деп есептеймін. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Ащыбұлақ елді мекені мынау Қазығұрт ауыл округіне қарасты елді мекен. Осыдан 1-2 жыл бұрын өздеріңіз білесіздер. Бірінші кезекте біздің көшелерімізді реттеп беріңіздер деген мәселе көтерілген болатын. Былтырғы жылы Ащыбұлақ елді мекеніндегі түгел көшелердің бәрін біз жөндеп бердік. Енді электр мәселесін қамтамасыз ету бойынша да біз алдыңғы жылы жобалық сметалық құжаттамаларын дайындап, салалық басқармаға ұсындық. О жақтан қолдау тауып, қаржыландыратын болып жатыр. Үміттеніп отырмыз, биылғы жылы жұмыстар басталып кетеді. Бұл Ащыбұлаққа байланысты. Мектептеріңіз бітті, көшелеріңіз бітті. Енді мынау электрмен жұмыстар жүргізілетін болса, электрмен қамтамасыз ету бойынша. Сонда Ащыбұлақтағы түгел мәселелердің бәрі толығымен шешілді деп санасақ болады. Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, құрметті мынау залда отырған азаматтар, мына кезекпен неғылсақ, бір рет тікелей жаңағы әлеуметтік желі арқылы, бір рет осы залдан сұрақ қойылса, сондықтан мынау сұрақты Әбеке Аманбай Омаров шығарыңыз, айтып беріңіз. Құрметті аудан тұрғындары, құрметті қадірменді ағайын, міне бүгін елімізде аудан әкімінің жылдық есебін тыңдап отырмыз. Барлық ауылда, елді мекендерде кеше қоғамдық кеңесте барлық жерде есепті беріп шықты, көріп те жүрміз, қасып та жүрміз, біліп те жүрміз. Бүгінгі әңгімесінен байқап отырмыз. Аллаға шүкір, алға қойған үлкен мақсаттардың, жоспарлардың барлығы орындалған есепте. Ауыз торты толтырып айтатын мәселелер жетеді. Міне жалпы мен енді бір кішкене бір-екі сұрақ қойғым жоқ. Міне кішкене осы жұмысқа жалпы тоқталсам деген ниетім болып тұр. Жалпы ағайын, бірінші кеше ел президентінің өзінің жолдамасында да біздің үкіметтің, біздің биліктің, жалпы елдің бірінші мақсаты ел тұрғындарының тұрмыс деңгейін жоғары көтерейік деген мәселе алға қойып отыр қазір. Осы мәселеден алған кезде Құдайға шүкір біздің Қазығұрт ауданында көзге көрініп тұрған мәселелер өте көп. Жаңа Төлеген Тұртаевич бір жылға есеп беріп жатыр ғой, бір жылда мына Қазығұрт елді мекенінде саябақты ремонттап деп бір ауыз сөзді айтып қойды. Ол толық емес сияқты маған айтқым келетіні. Бір 5 жылдың ішіндегі алсам, осы Қазығұрттың өзін мысалға алатын болсақ, мынау ұлы бабалар кесенесіне өнердегі аллеясынан бастап, ол жолды, айрық жолдың өзі, мынау үлкен өтіп жатқан жолдың өзі, екі парктың ремонтталуы, оның ішінде мына жастардың ғимараттарының берілуі, айта берсем, светпен, газбен қамтамасыз еткен жерлері, көшелердің ремонтталғанын бәрін айтатын болсақ, бүгінгі Қазығұрт кешегі Қазығұрттан салыстыруға келмейді ағайын. Кеше ғана біз қоғамдық кеңесте аудан әкімінің есебін тыңдадық. Сонда қоғамдық кеңестің мүшесі Жылқыбаев мырза осындай трибунаға шығып айтып қалды. Бір қонақтар келіп еді, түнде кеш келіп еді. Мынау қай қала деп қалдық Қазығұртты. Жарқырап самалап тұрған шамдар, көшелердің бәрі осындай түсу түскен, тегіс түскен, таза,
риза болдық, қаламан бірдей болыстар ғой деп үлкен баға беріп кетті деп сол кісі айтып отыр. Сол кісінің айтқан сөзінің жаны бар ағайын. Кешегі Қазығұртпенен кешегі немені бүгін жаңғыз аудан орталығы емес, елді мекендерді, ауылдарды салыстыруға келмейді. Міне Құдайға шүкір осының барлығы ел саясатының біздің Қазақстан дамып келе жатқан көрсеткіші, соның бір шеті біздің елде де көрініп тұр ғой деген ойдамыз. Ал енді халыққа келсек, 100 мың халықтың ішінде 10 мыңнан астам ардагерлер, зейнеткерлер тұрады, оның ішінде өкінішке орай 3 азамат қалды, Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Құдайға шүкір, бәрінің жағдайы жақсы деп айтуға болады. Жерге қарап болмаса бірдеңе жетпей қалып, қиналып отқан отбасылар жоқ деп есептейміз. Біздің ардагерлер кеңесінің бірінші міндетінің өзі сол кісілердің жағдайын бақылау, соған жәрдем ету болса, бұл жағынан да аудан әкімдігі үлкен жұмыс істеп, біздің ардагерлердің атынан бүгінгі татаңда айтатын тек қана рахметтен басқа, азаштықтан басқа ештеңе әңгімеміз жоқ. Оның үстінде мына жыл сайын мерекелерде басқа да елбасының берген сыйлықтары бар, аудан әкімінің берген сыйлықтары бар, ақшалай қаржылай көмектері бар, оның бәрін айтып өтпей қайталамай-ақ қояды. Соның бәрін алып келе жатқан жағдайы бар. Міне осындайдың бәрін айта келе, екінші бір үлкен біздің аудан тоқталатын мәселе, жыл сайын біздің аудан ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруден бірінші орын болып, чемпион болып аталып келе жатыр. Ол енді солай болу да керек, бірақ бір кездерде сәл позицияны жіберіп алған едік. Бұл да бір жаңғыз бейіл емес, жыл сайын 5-10 жыл болып қалды. Жігіттердің біздің диқандардың арқасында, біздің азаматтардың арқасында осы көрсеткішті берместен келе жатыр, биыл да соған жеттік. Бұл ауыл шаруашылығынан алатын болсақ та жаңағыдай. Бір 15 жылдан, 20 жылдан, 10 жылдан бүгінге салыстыруға келмейді. Мысалы, сапа шаруа қожалығын алатын болсақ, оның материалдық, техникалық базасы, оның жағдайы, оның жұмысшыларының, қызметкерлердің жағдайы, жалпы шаруа қожалығының жағдайы бүгін қарасақ, әлемдегі үлкен алдыңғы қатардағы деңгейдегі азаматтармен, шаруашылықтармен тең деп айтсақ қателеспейміз. Баяғы біздің түсімізге кірмейтін, түсімізде көрмеген небір комбайндар, небір техникалар, егіс агрегаттар, оның бір себебі Нұржан осында қасып отыр ғой деймін. Енді мына өзінің жерін игеріп, елдің қойып, биыл Алматы облысына барып 2-3 мың гектар жерді байып игеріп қайтты. Бұл деген біздің азаматтардың, біздің елдің ауданның өскен емес пе? Міне, енді мына бауларды алатын болсақ, жаңа Төкен айтып кетті, 600 гектар болды, мына қарқынды бау деп. Ондай бау біздің түсімізге кіріп кетті. Мына 100 плантациялар алатын болсақ, мынау жылыжайларды алатын болсақ, не дейді, жаңбырлар су қарап алатын болсақ, ондай мәселенің бір уақытында болған нәрсе емес. Бүгін Қазығұртта үлкен бір, сондай бір комплекс болып, жалпылама қараған адамға біз ешкімнен кем емеспіз де бүгін көкіректі ұратың жағдайға жетіп отырмыз ағайын. Ал енді айта берсек не көп қой, елгі жылдың өзі ауыр жыл болды, пандемия болды, басқа болды. Оның үстінде біздің Түркістан облысы бөлініп, қазір Түркістан қаласында үлкен құрылыстар жүріп жатыр. Түркістан қазір күн сайын өзгеріп жатыр десек қателеспейміз. Оның үстінде мынау Мақтаарал мен Арысты былтырғы жылы үлкен жағдайлар болды, төтенше жағдайлар болды. Соның барлығына аман-есен ел өтті. Соның ішінде біздің азаматтар да, біздің жастар да, біздің әкімдікте, біздің карьерлер, ардагерлер де, осы азаматтардың барлығы соған атсалысты қатысты десем мен бүгін қателеспеймін. Міне соның ішінде айта кететін нәрсе, мынау 30 жылда еліміз өсті, экономикамыз өсті деп жатамыз ғой. Сонымен қатар азаматтарымыз өсті. Сол азаматтардың өскенін көрсетім, үлкен бір көрсеткіш биыл. Жастар жылы деп айтсақ та болады. Айналайын жастар биыл жаңағы Мақтааралда да жастар болды, Арыста да жастар болды. Кешегі пандемия кезінде жаңа Төкен баяндамасында айтып өтті. 1000-ға жуық біздің ауданның өзін жастар қызмет етті, тегін жаңағы ерікті болып. Бұның өзі біздің жастарға деген сенімімізді, біздің жастардың болашағы зор екенін, Қазақстанның болашағы беріп қалды екенін көрсетті керек. Ал енді мына кадрлар жағына келсек, міне биылдың өзінде міне Шарбұлақ, Қақпақ, Алтынтөбе 3 ауылға жас балаларды, жас жігіттерді қойды. Үшеуінде біз ардагерлер қарап отырамыз, айналайындар міне. Аяқ алыстары жаман емес. Бұл да болса біздің әлде болса резервіміз көп екенін, жастармен жұмыс істесек алды екенін көрсетіп отыр. Міне осы тұрғыда мына осында перизат мені қызып қатысып отыр ғой енді. Міне
жастарға біздің ардагерлер кеңесінен кәриелердің атынан сіздерге үлкен рахмет. Осындай Құдай қаласа осы таймаңдар, елдің болашағы үшін аянбай еңбек етіңдер, елмен бірге өсіп өріңдер. Енді айта берсек әңгіме көп, соның бәрі тегін келген жоқ. Аудан әкімдігі мәслихат хатшысы отырып өрекен. Осы сіздердің ұйымдастыру жұмыстарыңыздың арқасы деп есептейміз. Аллаға шүкір, міне соның барлығы 5 қыл сыйғызатын нәрсе емес. Осындай үлкен жұмыстар атқарылып отыр. Енді әрине түк кемшілік жоқ деп айтуға болмас, басқаға болмас. Жаңа ғана менің алдымда сұрақ қойған азамат айтып өтті ғой, елдің проблемасы жоқ та бітпейді деп. Ол проблема туындай берер, осылай шешіле берсе, біз еліміз, оның ішінде Қазығұрт ауданы, Түркістан облысы, біздің Қазақстан Республикасы әр уақытта өркениеттелді қалмайды, әр уақытта биіктен көріне береді деген сенім мол. Сондықтан кәриелердің атынан, елдің атынан бәріңізге рахмет, өзіңізге командаңыз. Табыс тілейміз. Рахмет. Рахмет, Табеке. Құрметті мына әлеуметтік желі пайдаланушылар, құрметті мына залда отырған азаматтар. Енді мен ардагер ағаларымыздың сөзін бөлуге ешқандай хақым жоқ, бірақ бұдан былай регламентті сақтайық. 3 минут уақыт бергенбіз барлықтарыңызға. Ал енді мына тағы да бір қатар сұрақтар келді, төке осы сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз. Жазбаша келген сұрақтарға. Досымхан Асқарұлының сұрағы мұны. Тұрбат ауыл ішкі көшелер қашан жөнделеді екен? Осы ауыл округінде өндіріс елді мекен газдандыру кезінде қалып кеткен көшелерге қашан газдандырылады дейді. Өндіріс елді мекен көп бөлігінде интернет мәселесі әлі де шешілмей келеді. Осы мәселеге назар аударсаңыз. Рахмет сұрағыңызға. Тұрбатқа қатысты бағана мен баяндамамда айтып кеттім. Биылғы жылғы жоспарымыз, жалпы биылғы жыл аудан бойынша аудандық жергілікті бюджет есебінен, субвенция есебінен 800 миллион теңгеден астам 20 көше, ішкі көшелер жөндеуден өтетін болады. Соның ішінде осы Тұрбат ауыл округіне қарасты 2 көше бар. Одан бөлек біз тағы да өзіміздің ұсынысымызды ауыл ел бесігі жобасына да ұсынып отырмыз. Жаңа айтып кеттім ғой, Жаңа Базар, Алтын төбе, Қаржан. Тұрбаттағы мынау өндірістегі көшелерді келетін болсақ, біз биыл жерасты су зерттелетін болады өндірісте. Жерасты су зерттеліп, ол су құбырларында тартылады. Бірінші кезекте осы су құбырлар тартылғаннан кейін, одан кейін көшелерді жөндеуге көшеміз деп жоспарлап отырмыз. Интернет мәселесі бойынша, бізде бекітілген жоспарымыз бар. Жаңа баяндамамда айттым. Біраз елді мекендерге интернет желісі қосылды. Осы мынау операторлармен біріккен іс-шарамызға сәйкес биыл да осы жұмыстар жалғасатын болады. Өндіріс елді мекеніне де интернет желісі келеді. Бақытжан Меңлібековтің сұрағы, ауыл арасындағы жол кедергілер, лежачий полицейскілерде заңсыз қойылғандарды кім реттейді? Талапқа сай емес деп жазыпты. Ол жол реттегіштер біздің, егерде аудандық маңызы бар жолдар болатын болса, біздің тиісті бөлім бар. Осындағы аудандық жол полициясымен біргелесіп, қай жерге қою керек, қай жерге оның арасы қанша болу керек, осындай талаптар бар, сол бойынша жұмыс атқарады. Ал облыстық маңызы бар жолдарға облыстық басқарма тапсырыс беруші. Сондықтан оның да өзінің тәртібі бар. Егерде сіздің жазып отқандай дұрыс орнатылмаған, биік орнатылған деген мәселелердің бәрін біз қарап шығайық. Сөйтіп сол тапсырыс берушіге, орнатқан мекемеге осы талаптарыңыз қойық. Тағы да мынандай сұрақ. Рабат елді мекенінен тұрғыны Абылаев дейді, сізге қойыр сұрағым. Рабат елді мекені Болашақ көшесіне электр жарығы және Бәйтерек көшесіне жол жүргізіле ме? Жылдық есебіңізге. Сұрағыңыз түсінікті. Біз бұны біздің биылғы жоспарға енгізіп отырмыз. Электрмен қамтамасыз ету бойынша жоба құны 134 миллион теңгеге біз құрылыс жұмыстар биыл басталады. Бәйтерек көшесі де 30 миллион теңге қарадық аудандық бюджет есебінен.
Бұның да жөндеу жұмыстары, құрылыс жұмыстары биылғы жылы атқарылатын болады. Осы Рабат елді мекеніне қарасты. Мына жерде қойылған сұрақтарды толық қамтыдық деп ойлаймын. Мына сол сұрақтар ғой, қайталанып жатқан. Досымхан Асқарұлының сұрақтарына мен жауап бердім, жаңағы өндіріс елді мекені бойынша. Сол сұрақ қайталанып жатқан. Мына сұрақтарға жауап бердік қой. Болды, ары қарай жүргізе беріңіз. Құрметті жиынға қатысушылар, әлеуметтік желі арқылы қатысушылар, мынау өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар, баяндаманың барысында одан кейін мынау сұрақтар бірнеше рет қайталанып жатыр. Сондықтан олардың бәрін қайталап жатудың қажеті жоқ қой деймін. Мынау уақытты ұтымды пайдалансақ, сұрақ залдан қоямыз деген азаматтар болса қойыңыздар, регламентті сақтап жұмыс жасасақ. Қазір әлеуметтік желіден шығып жатыр екен, бір минут қазір. Әлеуметтік желіге берейік. Zoom арқылы. Құрметті Төлеген Тоқтарович, аудан орталығынан аудан ішкі істер бөліміне Жайылушылар көшесі бойында скамейка қойылған. Аудан ішкі бөлімнен бастап ары қарай жасыл аймаққа дейін скамейка жоқ, қариялар демалатын орын жоқ. Тротуардың бойына сол скамейка қойды ескерсеңіздер. Ал сіздің жаңа 20 жылғы жұмыстарыңызға қанағаттанып баға беремін. Рахмет сұрағыңызға. Қонаев көшесі біздің аудан орталығындағы ең орталық көше, ең көрнекті көше болу керек. Сондықтан біздің жоспарымызға сәйкес ол тек қана мынау бір бөлігі ғана емес, аяғына дейін осындай жаңағы скамейкалармен қамтылып, көше жарықтармен қамтылып, аяғына шейін осы жұмыстар жүргізіледі. Бұл біздің жоспарымызда бар. Сұрағыңыз өте орынды. Биыл үлгермедік, былтыр үлгермедік, биыл жыл іске асырамыз осын. Құрметті жиынға қатысушылар, мен модератор ретінде әрине көбірек сұрақ қойғызуға мүмкіндік жасасам, сондықтан мынау сұрақтарыңызды нақ-нақ қойсаңыздар, сонда біз көп сұраққа жауап беретін боламыз. Залдан сұрақ беретін азаматтар бар екен, ұсыныс айтатын. Құрметті Қазығұрт ауданы тұрғындары, құрметті бүгінгі жиналысқа қатысушылар, өздеріңіз көріп отқандардай, әртүрлі деңгейдегі әкімдердің халықпен кездесу жиналысының куәсі болып отырмыз. Енді жаңа алдымызда аталарымыз айтып кеткендей, ауданда жалпы бір жылдың көлемінде емес, 5 жылдың көлемінде өте үлкен жұмыс атқарылды. Оның ішінде мынау аудан орталығында көптеген жұмыстар атқарылды. Өздеріңіз білесіздер, саябақтардың күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Одан бөлек аудан көлемінде көптеген жерлерге тас жолдар түсіп жатыр, көше жарықтары, салынып жатқан мектептер беріліп жатқан. Сондықтан да мынау беріліп жатқан есептің бәріне қанағаттандырылды деген, жақсы деген баға беремін өзім атынан. Бұл енді әрине аудан әкімінің іскерлігі және осы кісінің аппараттың іскерлігі деп білем. Неге десеңіздер, былтырғы жылы оңай жыл болған жоқ. Соған қарамастан көптеген жұмыстар атқарылды. Мынау қайда жүрсеңіздер де еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Мына енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз есепте. Мына облыста ең үздік астық өндіруші аудан деп, соның ішіне енді сізге кішкене көңіл бөліңіз деген ұсыныс бар. Мынау өзіңіз білесіз, Қарақозы, Абдалиев, Шанақ ауыл округтары осы ауданымызда астық өндіруде сүбелі үлесі бар.
ол ауданымыздан шалғай жатқан жерлер. Осы жерлерде мынау Ескі Шанақ, Ақжар, Қызылдала, Амангелді, Еңбекші, осы ауылды жерлерде инфрақұрылым мәселесі, интернет мәселесі және көптеген көше жарықтары бар, көше жолдары бар. Осы жерлерге алдағы уақытта көңіл бөлсеңіз. Менің айтайын деген ұсынысым осы. Жалпы рахмет тыңдағандарыңызға. Тағы да сұрақтар бар ма? Залдан. Құрметті Қазығұрт аудан тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі арқылы бүгінгі аудан әкімінің жиынына қатысушылар, мынау аудан әкімі сіздердің ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызға жауап берді. Және ұсыныс пікірлеріңіз болатын болса, жазбаша түрде беруге, және мына әлеуметтік желі арқылы сұрақтар қоюға болады. Қойылған сұрақтардың, ұсыныс пікірлердің барлығы назарға алынатын болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жиынды осымен аяқтасақ.